Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? 11 класс бойынша Қазақстан тарих пәнінен 1989 және 91 оқиғалар тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабақ негізі 4 кезеңнен тұрады. Сабаққа кіріспе, шағын дәріс, практикалық жұмыстар және де бекіту сұрақтары. Осы сабақта көрсетілетін оқу мақсаттары қандай болмақ? 1989 және 91 оқиғаларда орын алған оқиғалардың себебі мен сипатын анықтау, себеп пен салдарын анықтай отырып, оны талдау жүргізу, және де оқиғаға қатысты оқушылардың өз ойын білдіру. Оқиғалар негізгі 3 бөлімнен тұрады. 89 жылы маусым айындағы жаңаөзен оқиғасы, 89 шілде айында Қарағанды оқиғасы және де 91 жылғы Орал оқиғасы. Осы сабақ барысында біз негізгі ұғымдарға мән береміз: мемлекет, саяси талап, оқиғалар және жер мәселесі. Ең алдымен біз осы аталған аймақтарды картадан көрсететін болсақ. 89 жылы жаңаөзен оқиғасы, 89 шілде айында Қарағанды оқиғасы және 91 жылы Орал оқиғасы. Бұл оқиғалар не біріктіреді деген сұраққа келетін болсақ, сабақ барысында талқылап өтеміз. Алдымен 89 жылы маусым айында жаңаөзен оқиғасы. Сіздерге беретін тапсырма осы бейнелерді көре отырып, сіздер ең бірінші нені көре алдыңыздар? Суретке қарап, оқиғаның орын алуына түрткі болған жағдайларды сипаттаймыз. Оқулықта берілген мәтінді оқи отырып, өз ойымызды білдіреміз. Әрине дұрыс айтасыздар оқушылар. Бейнеге қарай отырып, ең бірінші керекті біз балабақшаның бейнесі, екінші тұрғын үйдің бейнесі, келесі кәсіби мамандардың бейнесі, және де бір-біріне әлімшеттік көрсету, және оның нәтижесінде келіспеушілік. Балабақша дұрыс айтасыздар оқушылар. Мәтінде сіздер көргендегідей, ең алдымен жаңаөзен оқиғасы маусым айында жергілікті халық пен сырттан келген жұмысшылар арасында балабақшаға деген кезекте әділетсіздіктің болуы, тұрғын үй кезегінде әділетсіздіктің болуы, және де Кавказ және де өзге ұлт өкілдері мен жергілікті халықтың арасында, мамандар арасында әділетсіздіктің болуы. Осы әділетсіздік өзге ұлт өкілдері мен жергілікті қазақтардың арасында келіспеушілік нәтижесінде жанжалға туындады. Дұрыс айтасыздар, мәтінде көрсетілгендей, бұл оқиғалар негізінен әскери күштің көмегімен басылды жаңаөзен оқиғасы. Келесі оқиға сипаттайтын болсақ, ол 1989 жылы шілде айында Қарағанды ереуілі. Оқиғаны орындамастан бұрын, таныспастан бұрын, мәтіндегі керек сөздері мен тіркестерді табыңыздар. Мына мәтінді сіздер оқып шығасыздар. 89 жылы қандай мәтін оқиға болды, және де оқиғаны сипаттайсыздар. Әрине дұрыс айтасыздар. Сіздер мәтінді оқи отырып, сипаттама жүргіздіңдер. Мәтінде негізген Қарағанды кеншілер ереуілінің қай оқиғамен байланыстылығы сипатталды. Көзбас Дон кеншілерінің ереуілімен көріп отырсыздар. Келесі кезекте өткен жерлер Тентек, Даринка, Абай, Қарағанды көмір бассейн шахталарын кімдер бастады? Әрине ол шахтерлар басталды. Қарағанды оқиғасының ерекшелігі жаңаөзен оқиғасына қарағанда ол саяси талаптардың қойылуы. Ол ең алдымен семей полигонының жабылуы, одақтық монополиялардың жойылуы, және де жұмысшы жалақысының көтерілуі. Осы нәтижесі көріп отырғандар үнемі орындалуға әсер етті. Қарағанды оқиғасы жаңаөзен оқиғасына қарағанда сіз мәтінмен таныса отырып, ол Қазақстан Республикасының бірінші хатшысы Назарбаевтың ұшып келуі. Қазіргі елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев шахтерлармен кездесе отырып, осы ереуілді бейбіт түрде шеше білді. Келесі практикалық тапсырмаға кезек берейік. Көріп отырғандай, біз шеңбер арқылы орындау тәсілінің қадамдары арқылы осы практикалық жұмысты орындаймыз. Практикалық жұмыста не көрсетіледі? Орын алған оқиғалардың пирамидасын құрастырып отырып, біз осыны толтырамыз. Сіздерге пирамида ұсынылды. Бірінші пирамида тапсырма. Бұл жылғы болған оқиғалар қандай оқиға, орны қандай, уақыт қандай, кімдер қатысты, сипаты, көтерілген мәселе, нәтиже шешіп және оқиға жайлы өз пікіріңізді білдіріңіз. Әрине дұрыс айтасыздар. Бұл жылғы болған оқиға 89 жылы маусым айындағы жаңаөзен оқиғасы, 89 шілде айында Қарағанды ереуілі. Орны жаңаөзен және Қарағанды жері. Уақыты шілде маусым айлары. Кімдер қатысты? Қарағандыда шахтерлар ереуілі, жаңаөзенде жергілікті халықтардың өзге ұлт өкілдерінің арасында келіспеушілігі. Сипаты қандай болды? Сипаты ұлттық сипатта болды. Жергілікті ұлттардың негізгі құқықтары мен міндеттері орындалмау салдарынан болды. Көтерілген мәселе қандай болды? Жаңаөзен оқиғасында әлеуметтік мәселе, тұрғын үй, балабақшаға орналастыру, пәтерде бөлу, немесе маман арасындағы әділетсіздік. Ал
Қарағанды оқиғасында саяси мәселе, семей полигоны, одақтық монополия жөнінде мәселе көтерілді. Оқиға қалай шешілді? Оқиға жайлы өз пікіріңізді білдіресіз. Дұрыс айтасыз, әрине, сіз өз пікіріңізді әдемі түрде білдіріп отырсыз. Оқиға бейбіт түрде халықтарының, жергілікті халық пен өзге ұлт өкілдері арасындағы бейбіт түрде шешім нәтижесінде аяқталды. Келесі оқиғаның бірі 91 жылы Орал оқиғасы. Орал оқиғасын көрместен бұрын алдымен біз бейнебаянға 27 жыл бұрын Орал қаласында қазақ жігіттері казактардың мерекесінің быт-шытын шығарғаны мәлім. Орал оқиғаларына орай материалдарды саралап отырсақ, сол кезде Оралға барған Иркутск казактарының атаманы Николай Меринов Қазақстанның кейбір аймағын тартып алу ниеттері болғанын мойындаған. Оралдағы казактар сепаратистік ұрандарды ашық тастаған. 1991 жылы ақпан айында Урал автономды облысын құру идеясын айтып, оған Орал, Гурьев және Ресейдегі қаумық автономиясын енгізуді көздеген. Армия мен қауіпсіздік органын құрмақшы болған. Жалпы Қазақстанның тәуелсіздік алатыны анық байқалғанда, Өскемен және Степногорск қалаларында жергілікті билік қарсылық қарарларын қабылдай бастаған. Ал Оралдағы текетіреске келсек, ондағы казактар патшаға қызмет еткендеріне 400 жыл толуын шайқалып атап өтпекші болған. Сол лепірме әрекет отты лап еткіз. Олар қазақтардың қарсы екенін біле отырып сөйтті. Алдында айтыс Горбачевқа жеткенде ол казактарға тиіспеңдер, оларда халық мерекелеуге хақы бар деген. Совет одағы Орыс империясының аты өзгерген бір түрі екені осыдан ақ білінеді. Оның үстіне казактар орыс колонизациясын енгізуші күш емес пе еді. 1991 жылы Орал қаласында болған самаралық Сергей деген біреу қарсылық ереуіліне шыққан қырғыздар қоршауды бұзып мәдениет үйіне жүгірді. Казактар қашты, ал атқа мінген милиционер қырғыз өзінің ұяластарына казактардың қайда қашқанын көрсетті деп еске алған. Қазақстанмен шекаралас тұрып, қазақтарды қырғыз деп сипаттауы оның сол сияқтылардың болмысын ашады, ниетін көрсетеді. Ал Орал өзінің Алаштың ордасы екенін кезекті рет дәлелдеді. Совет одағы оның биік рухын сындыра алмаған. Тәуелсіздік аяқ астынан туа қалған қалып деп ойлайтындар үшін келесі сюжет. Батыс Қазақстаннан Еркін Кариннің материалы. Бұл 91 жылдың қыркүйегі. Казактар ақ патшаға 4 ғасыр бойы адал қызмет қылғанын тойлап жатыр. Басқосудың Оралда өткізілуі тегін емес. Өйткені Ресей империясының туын желбіретіп, одақтың әр түкпірден жиылғандар казак автономиясын құруға уағдаласыпты. Орал мен Атырауды Қазақстаннан бөліп қойғандар жергілікті халықтың қарсылығына да қарамады. Ал қақтығыс басталса, қан төгілуі мүмкін еді. Өйткені жер дауында қазақ есе жіберген емес. Тұрыңдар, кетпеңдер ешқайда. Біз барып ана концертті болғызбаймыз. Білдер ба? Әне, жүзіден дайын тұр. Сондықтан ағайын тоқта. Ұрып атсын, салап атсын, өлтіріп атсын. Ешкім ештеңеге ешқандай да араласу болмайды, естеріңде болсын. Біз құрбан бол. Оқиғасы басталуы Орал казактарының Ресей тәжіне қызмет еткеніне 4 жыл мерейтойына орай басталған болатын. Бұл шеру 1991 жылы Оралда қыркүйек айында басталды. Бұл шерудің негізгі мақсаты Орал казактарының, ол Батыс Қазақстан территориясын Ресей жеріне қосып алу болып табылды. Осыған қарсы Азат, Невада, Семей ұйымдарының жастарының бастамасымен 1989 жылы Оралда мәжіліс штабта жиналыс өтті. Бұл жиналыстың басты мақсаты осы Орал казактарының шеруіне қарсылық білдіру еді. Бұл шеру әрине жергілікті қазақтар мен басқа да ұлт өкілдерінің араласуының нәтижесінде бейбіт түрде шешілді. Енді сабақты бекіту сұрақтарын әдейі тәсіл бойынша келетін болсақ, 89 жыл және 91 жыл оқиғалардың себептері қандай болды? Бірінші, белгілі бір оқиғалардың себептерін біз анықтадық. Келесі кезекте сәйкесінше дәлелдерді сипаттадық. Дәлелдерді біз мәтінмен де ауызша да айта білдік. Келесі кезекте оның қалай әсер еткендігі жөнінде, осы оқиғалар тәуелсіз Қазақстан құрылуында негізгі маңызы бар қандай екенін біз көрсеттік. Келесі кезекте бұл себептер қаншалықты маңызды болғанына талдау жасадық. Құрметті оқушылар, осы оқиғаларды біз ешқашан да ұмытпауымыз керек. Бұл оқиғалар тәуелсіз Қазақстанның дамуында үлкен орын алды.